Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай өте әдемі болып шығатын, екі ғана жұмыртқадан жасалынатын хворостардың ең күшті рецептісін көрсететін боламын. Өте оңай жасалу жолы және де қытырлақ дастарханыңыздың сәнін ашып тұрады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып саламыз. Оның үстінен жарты шай қасық тұз және де шымшым сода қосамыз. Ас содасын қасықпен кішкене араластырып жібереміз де, оның үстінен ұнды міндетті түрде еліктің көмегімен өткізіп салып, қолымызбен илей отыра қамырды илеп алатын боламыз. Илеп болғаннан кейін қамырды салфанға салып 5-10 минутқа тындырып қоямыз. Кішкене июі қанған қамырымыз осылай бізде жұмсақ, жайылуға оңай болады. Астына үстіне кішкене ұн сеуе отырып, қамырды бірінші қолмен жақсылап илеп үстін басып шығамыз. Одан кейін оқтаудың көмегімен жұқа қамыр етіп жайып аламыз. Достар, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, дәл осы видеома лайк басып, астына өздеріңіздің пікірлеріңізді немесе түсінбеген, егерде сұрақтарыңыз болса маған қоятын, жазып кетулеріңізді сұраймын. Қамырдың барлығын жайып болғаннан кейін осындай оқтаудың көмегімен бір тегіс етіп кесіп шығамыз. Қатты көлемін үлкен етіп жібермеңіздер. Осы оқтаудың көлемімен бірдей етіп жасасаңыздар, өте әдемі бір келкі болып шығады. Енді бізге вилка немесе сушидің таяғы қажет болады. Менде сушидің таяғы үйде болмағандықтан жай ғана вилкамен жасадым. Дәл видеодағыдай осылай орап шығамыз. Одан кейін табамыздағы майды қатты етіп қыздырып, қолымыздың бір шетімен ұстай тұра осылай вилканы араластырамыз. Сол кезде арасының барлығына май құйылып, өте әдемі болып, гүл тәріздес болып пісетін болады. Мен майды аз етіп құйғандықтан жарты жағы ғана қызарды, сондықтан мен екінші бетіне ауыстырып алатын боламын. Осылай сіздер майды көп етіп құйсаңыздар, былай ауыстырудың қажеті жоқ. Бір ғана жағын салғаннан кейін өзі қызарып пісуі мүмкін. Міне тағы бір рет қайталап көрсетейін. Осылай теріс бетіне қарай айналдырсаңыздар, арасының барлығына май кіргендіктен осылай әдемі болып қызарып пісетін болады. Барлығын пісіріп болғаннан кейін бетіне осылай міндетті түрде сахарный пудра сеуіп, дастарханға өздеріңіздің идеяларыңыз бойынша неше түрлі тәттілермен қойсаңыздар болады. Өте көрінісі де әдемі, дәмі де барлық қытырлақ болып, күшті болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Сіздермен болған арайлым.